Саламатсыздар ма балалар? Мен Қызылорда қаласындағы нөмірі 12-ші Ілияс Қабылов атындағы IT мектеп лицейінің қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің мұғалімі Нұрманова Өрік Ердәулетқызымын. Біздің бүгінгі 9-шы сыныпқа берілетін сабағымыз әдебиеттегі Майқы бидің шешендік сөздері. Балалар, Майқы бидің шешендік сөздері тақырыбындағы сабаққа берілген оқу мақсаты әдеби шығарманы қазақ әдебиеті мен әлем әдебиеті үлгілерімен салыстыра талдап, шағын сын мақала жазу. Енді Майқы бидің шығармаларының ішіне ел аузынан хатқа түскендерін оқып шығайық. Балалар, бәрің де менімен бірге оқып шығыңдар. Дауыл болмай жауын болмас. Даулы болған қауым болмас. Егіз ешкі сауын болмас, екі жалқау ауыл болмас. Би екеу болса, дау төртеу болады. Естіге айтқан тура сөз, шыңға тіккен тумен тең. Езге айтқан тура сөз, құмға сіңген сумен тең. Жаман еркек жар қадірін білмес. Жайсыз әйел ер қадірін білмес, жалқау адам тер қадірін білмес, жетесіз жігіт ел қадірін білмес. Аспан ашық болса, күн шуақты болады. Хан әділ болса, халық ынтымақты болады. Парахор биге ісің түспесін, сараң үйге кісің түспесін. Хан халықтың қазығы, қараша ханның азығы. Уәзіріне сырын алдырған хан қақпанға түскен аң. Хан борышы жорықта ту көтеру, сарбаз борышы туға еріп жан беру. Таста тамыр жоқ, ханда бауыр жоқ. Ақиық қыран қартайса, жас жағалтайдан тепкі жейді. Халқыңды билеместен бұрын өз ордаңды билеп ал. Ордаңды жұмған жұдырықтай берік ұстасаң, халық ешқайда қашпайды. Хан өздігінен өлім жазасын қолданбасын. Өлім жазасын шешетін халықтың өзі болсын. Хан қарашасы болмас, дау арашасыз болмас. Неке қаншама хатқа түскен Майқы бидің сөздерін өздерің пайымдап отырсыңдар. Яғни бұл сөздерге ұқсайтын халық нақалы, халық даналығында кездесетін мақал мәтелдерді де қоса еске түсіріп отырған болуларың керек. Сондай-ақ, мына сөздерде үлкен абыз аталарымыз, үлкен ақсақалды кісілер сөз арасында байланыстырып қосып отыратынын біршама естіп жүрген шығасыңдар. Тұлпардан тұғыр, сұңқардан жапалақ, жалқаудан масыл туған. Масылдан мал бақпас, тілазардан қыл жақпас, сараңнан бермес, соқырдан көрмес, мылжыңнан езбе, қыдырмадан кезбе туған. Яғни бір жайсыз жайттарды тілге тиек еткен кезде үлкендеріміз осындай сөздерді тілге тиек етіп айтып отырады. Енді балалар, сіздерге тапсырма ұсынылады. Бағана айтып өткеніміздей, әлем әдебиетімен салыстыр деген тапсырмамыз бар еді. Енді әдебиет шекараға сыймайды айдарындағы бірінші тапсырмамызда. Яғни, мына жердегі көрнекті тұлғалардың сөздерін бір пайымдап оқып шығайық. Цицерон айтады: табиғат көп көріп, көп тыңдау үшін екі көз, екі құлақ берді, ал аз сөйлеу үшін бір ғана ауыз берді. Ахмет Евники былай дейді: беталды сөйлей берме, тіліңді тый. Жүсіп Баласағұнның мына сөзі бар: сөзіңді күзет, басың кетпесін, тіліңді күзет, тісің сынбасын. Өзіміздің Абай атамыз: ақылмен ойлап білген сөз, бойына жұқпас сырғанар, ынталы жүрек сезген сөз, бар тамырды қуалар дейді. Ал Бөлтірік шешеннің сөзі: үлкен алдында иіліп сөйле, белің бүгілмейді. Кіші алдында сызылып сөйле, сөзің үзілмейді. Яғни, барлық осы тұлғалардың айтып отырған сөзі бір
қорытындыға келтіреді. Яғни қандай? Қанекей, ойландық па? Яғни сөз қадірін, тіл қадірін өте жетіп меңгеруді, оған баға беруді жолға қояды екен. Жақсы. Келесі. Яғни бұл жерде Майкобейдің сөзімен қорытындылайтын болса, естіге айтқан тура сөз шыңға тіккен тумен тең, езге айтқан тура сөз құмға сіңген сумен тең дегенге саяды екен. Жақсы. Енді келесі тапсырманы ашады. Балалар, өздері көріп отырғандағыдай, мақал-мәтелдерді сұрағына дұрыс жауап бере отырып толықтырамыз және әлем әдебиетіндегі шешендер сөзінің нұсқаларымен сәйкестендіре отырып дәлелдейміз. Яғни бұл жерде 10 мақал-мәтел берілген, соның ішінен 5-еуін таңдауларың бойынша өздерің қалайсыңдар. Бір елі ауызға нешелі қақпақ керек? Қызым саған айтам, бұны кім тыңдасын? Қызымның құлағына қандай сырға? Кімнің алдында аузыңды тыйған дұрыс? Тіл көтермегенді не көтереді? Шебердің қол ортақ, кімнің тіл ортақ? Сөз тапқанға не жоқ? Ойнап сөйлесеңде қалай сөйлеген жөн? Аңдамай сөйлеген қайтеді? Сөз сүйектен, таяқ неден өтеді? Балалар, бұл қолданыстағы мақал-мәтелдерді біз төменгі сыныптардың барлығында да үнемі шығарма ішінде бір-бірімізге өзара қолданыста және шығарма жазу, эссе жазу барысында мейлінше қолданған болармыз. Ендеше естерімізге түсіп отқан болуы мүмкін. Барлығының да жауабы қиындық келтірмейді деп ойлаймын. Ендеше осы жауаптарды таба отырып, әлем әдебиетіндегі шешендік нұсқаларыменен, әлем әдебиетінің шешендерінің сөздерінің нұсқаларыменен салыстырамыз және дәлелдеуге тырысайық. Бүгінгі сабағымыздың қорытындысын Ахмет Байтұрсынұлының «Әділ билердің қолындағы билік қазақтың неше түрлі дертін жазатын жақсы дәреді. Демек, бұл қастерлі мұра шешендікпен айтылған билер сөзі ұмытылмайды, қай кезде болса да халық жадында» деп аяқтайды.